Алматы облысы Панфилов ауданы Сарпев ауылдық кітапханасында Қазақстан Республикасының ұлттық академиялық кітапханасының бастауымен алынған адалдық алаңы парасат жылы Сарпев ауылында жалғасын табуда. Бүгін біздің Сарпев ауылының тұрғындары және 8 класс сынып оқушыларының арасында адалдық алаңын ашуға рұқсат етіңіздер. Сыбайлас жемқорлықты қалай түсінесіз? Сыбайлас жемқорлық бұл ғаламдық мәселе. Одан әлемнің бірде-бір мемлекеті, бірде-бір саяси жүйе, бірде-бір саяси тәртіп қорғалған емес. Сондықтан бұл індетке тек бірлесе қарсы тұруымыз керек. Сыбайлас жемқорлықтың алдын алу. Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 228 бап өкілеттіктерін теріс пайдалану, 231 бап коммерциялық сатып алу, қызмет өкілдерін теріс пайдалану, 311 бап пара алу, 308 бап билікті Сыбайлас жемқорлықты қалай жоюға болады? Біріншісі, пара бермеу және алмау. Екіншісі, мақсатты нәтижелерге жету үшін өз мүмкіншілігімен жетуге тырыс. Үшінші, парақорлықты көрсеңіз, жергілікті органға және ақпарат көздеріне хабар беріңіз. Бұл жобаның мақсаты біздің мәдениеттік рухымызды, құндылығымызды ілгерілету және ұлттық бірегейлігімізді сақтау. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.